Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен бірге конференция симпозиумдарда ұсынылатын баяндамаларыңыздың креативтілігін осындай қызықты презентациялармен қалай көрсетуге болады. Жалпы осындай креативті презентацияларды қайдан алуға болатындығын туралы айтатын боламыз. Мұқият тыңдап алыңыздар. Қазіргі заманға сай, сіз егер баяндамаңызды ұсынатын болсаңыз, оны қызықты түрде ұсынғыңыз келсе, қызықты түрде етіп креативті презентация жасау жолдарын білуіңіз керек. Жалпы бұндай креативті презентацияларды жасау ешқандай қиын емес, дайын түрлерінде алуыңызға болады. Сондай сайттармен бүгінгі осы видеода таныстыратын боламын. Бүгінгі видеода осы сайттардан екеуін сіздермен таныстыратын боламын. Бірінші сайтымыз ол Slides.go деп аталады. Бұл жерден сіз барлық слайдтарды таба аласыз. Мінекей мына жерде Slides.go деген осылай жазылады. Google-ға жазып, тіркеп көре бересіз. Мына жерде төбесіндегі сайты. Екінші сайтымыз ол Slides Carnival деп аталады. Дәл осылай болып шығу керек. Мінекей сайты, аты. Бұл жерден де сіз дайын презентацияларды өзіңіздің компьютеріңізге скачать етіп, Slides.go сайтына сіз ағылшын тілінде, француз, неміс, қытай тілдерінде, португал тілдерінде қолдана аласыз. Жалпы бұл жерде тіркелуіңіз керек болады. Ол үшін логин дегенді басып, сіз өзіңіздің егер Gmail'іңіз болса, Gmail'іңіз арқылы тіркелуіңіз қажет болады. Менің қазір өзімнің бұрыннан тіркелген аккаунтым болғандықтан тікелей кіріп слайдтарды жүктеп отыра беремін. Сіз өзіңіздің Gmail'іңізбен тіркелуіңіз қажет. Мінекей сайтқа кірдік. Енді бұл сайтта сіз презентацияларды түрлі түстеріне қарай, стиліне қарай, әртүрлі атақтылығына қарай, қай салаға қажетті болғандығына қарай осылай таңдап көре бересіз. Мысалы, сізге көбінесе education, білім жағынан қажет болатын болса, education дегенді басып, сол жердегі слайд түрлерін өзіңіздің компьютеріңізге скачать етіп қолдана бересіз. Қазір сіздермен бірге мынау Қырғызстан туралы жазылған слайдты скачать етіп көреміз. Бұл слайдты скачать етіп болғаннан кейін сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша қалаған жерін, қалаған жазуын, суреттерін барлығын өзіңіз өзгерте аласыз. Скачать етудің бізде екі түрі бар: Google Slides және PowerPoint деген сияқты. Бізге PowerPoint деген сияқтысы керек, себебі оны компьютеріңізге скачать етіп, өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзгертуіңіз қажет болады. PowerPoint дегенді басқаннан кейін сізде мынандай жазу шығатын болады, яғни компьютеріңізге скачать етіліп жатыр. Мінекей астында көріп тұрған болсаңыз, біздің ноутбугымызға скачать етіліп жатыр. Ол презентациямыз скачать етілгенше тағы бір екінші презентацияны көрсетіп өтейін. Бұл мұғалімдерге, ағылшын тілі мұғалімдеріне сөз үйретуге өте керемет презентация деп ойлаймын. Бұл презентацияның түрлі түстерін өзгертуіңізге болады. Мысалы, мына төбесінде көріп тұрғаныңыздай көк түсін қоюыңызға болады, сары түсін, жасыл түсін, немесе розовый түсін қоюыңызға да болады. Slides.go сайты мінекей қолдануға өте ыңғайлы. Бұл жерден барлық саладағы презентацияларды, креативті презентацияларды табуыңызға болады, қолдануыңызға болады, қалағаныңызша өзгертуіңізге болады. Енді сіздерге Slides Carnival сайтын айтып өтейін. Бұны сайтты қолдану үшін бізге тіркелудің қажеті жоқ, яғни алдындағы Slides.go-ға тіркелгендей тіркелмейсіз. Тікелей сайттан өзіңіздің қалаған презентацияңызды іздеп, түрімен, түсімен, саласы бойынша іздеп тауып қолдана берсеңіз болады. Қазір сіздермен бірге мына бір слайдты скачать етіп көретін боламыз. Бұл сайтта үш түрлі
жолмен скачать етуіңізге болады. Canva ретінде, PowerPoint және Google Slides ретінде. Бізге әрине PowerPoint арқылы скачать ететін болсаңыз, қолдануға ыңғайлы болады өзіңізге. Мына жерде атақты слайд түрлерін тапсаңыз да болады. Осы слайдтардың барлығын өзіңіздің компьютеріңізге скачать етіп алып, кез келген уақытта қолдана аласыз. Мінекей мынау жаңа Қырғызстан туралы скачать еткен слайдымыз. Бұны компьютеріңізге басып алғаннан кейін кез келген жерін, жазуын, суретін барлығын өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзгертуіңізге болады. Яғни ол үшін өзіңіздің креативтілігіңізді қолдана отырсаңыз да болады, немесе сол дайын түрдегі жазуларды өшіріп, өзіңіздің тақырыбыңыз бойынша жазуды жаза аласыз. Жаңа екінші скачать еткен слайдымыз. Бұл ағылшын тілінде сөздіктерге байланысты слайд екен. Мына жерде мысалы мына суреттерін, жазуларын орнын ауыстырып, үлкейтіп, кішірейтіп, өзіңіздің ат жөніңізді жазып қойсаңыз да болады. Сонымен қатар бұл жерде тағы бір көрсететін мәселе бар. Осы әр слайдтың ең соңында өзінің кішкентай эмблемалар болады. Сол эмблемаларында кез келген жерде өзіңіз қойып қойсаңыз болады. Мінекей мынау эмблемаларды осылай алып, үлкейтіп, кішірейтіп, кез келген слайдқа қойып қойсаңыз болады. Және мынандай презентацияның ішінде осындай мониторинг берілген. Осы мониторингті да көтеріп, кішірейтіп, ішіндегі суретін ауыстыруыңызға да болады. Ал мынау жаңағы біздің Slides Carnival сайтынан жүктеген слайдымыз. Бұл да дәл сондай. Жүктеп болғаннан кейін өзіңіздің қалауыңыз бойынша қалаған жазуын, қалаған суретін өзгерте аласыз. Және бұның да ең соңында өзінің несі болады, эмблемалар болады. Соларды өзінің орнына, кез келген орынға өзіңіздің креативтілігіңізге қарап қоя бересіз. Екі сайт туралы да айтатындарым осы. Енді осы жерге дейін видеоны көрген болсаңыз, сізге мына жерде 50 презентация шаблонын сыйлыққа беретін боламын. Осы видеоның астына лайк басып, комментарий қалдырсаңыз, және описание деген бөлім жерде оқысаңыз, осы слайдтарды жүктеп алуыңызға болады.